Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығында мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының кезекті саны. Біз бүгін Ақтау қаласындағы арнайы экономикалық аймақтамыз. Мен бүгін мұндағы бірнеше кәсіп орындарда өзімді бірнеше маман иесі ретінде сынап көремін. Ендеше кеттік. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы 2003 жылы құрылған. Жалпы көлемі 2000 гектардан астам орындалатын 9 субаймаққа бөлінетін экономикалық аймақ. Қазіргі уақытта еліміздегі тиімді аймақтардың бірі болып саналады. Компаниялар салған инвестициялардың жалпы құны 263 миллиард теңге болса, оның ішінде шетелдік инвестициялар көлемі 168 миллиард теңгені құрайды. Айта кетейік, экономикалық аймақ құрылғалы бері 402,6 миллиард теңгеге өнім өндіріліп, 2000-нан астам адамда жұмыспен қамтып отыр. Осы біздің шоурум 2020 жылы іске қосылды. Ол кезде қазір Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары болып отырған Бекбол Тілемұратұлы орынбасаров біздің басқарма төрағасы болды. Осы экономикалық аймақта сол кезде сол кісі осы экономикалық аймаққа келген бойда 19 жылы сол біздің экономикалық аймақ осы жаңа фаза дейміз, трансформациядан өтті. Ремонтты жасалды, іштей трансформация жасалды. Трансформация дегеніміз дамыту бойынша. Мысалы айтайын, 20 жылға дейін біздің аумақта 15 қызмет түрлері болса, қазіргі таңда бізде 25 қызмет түрлері қосылған. Экономикалық аймақтың маңыздылығы өңіріміздегі өңдеу өнеркәсібі, логистиканы дамыту, экспортқа бейімделген тауарларды шығару және жаңа жұмыс орындарын құру. Осында жер телім алып кәсіпорын ашқан кәсіпкерлерге арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ соған қарамастан арнайы экономикалық аймақ құрылған жылдар ішінде бюджетке 54 миллион теңге салық қаржы түскен. Мұнда 48 кәсіпорын болса, оның 30-ы жүзеге асырылу сатысында, ал қалған 18-і іске қосылған компаниялар. Сондай компаниялардың бірі Тенерис зауыты, дайын болаттан мұнай тасымалдайтын және бұрғылауға арналған құбырларды өңдеумен айналысады. Мына құбырлар Италиядан келген құбырлар, орамамен оралып, дайын тауарлар тапсырыс беруші компанияларға жөнелтілетін болады. Бүгін біз құбырлардың келгеннен бастап дайын болғанға дейінгі өңдеу процестерінің барлығына қатысамыз. Трубаның ішкі диаметрін мына жағын жонат ішінде. Осында бөлім басшысы болып жасайтын Рахат мырза маған жұмыс процесін түсіндіріп берді. Содан кейін мен де жұмыс барысына кірістім. Мен Тенерис компаниясында өзімді бұранданың сапа инспекторы ретінде байқап көремін. Бұранда, былайша айтқанда, резба ғой міне. Мына сызықты көріп тұрмыз, барлығымыз осы станокпен былай жүргізіп шығамыз, сонда барлығы тиіп тұру керек. Бұрандаларды, нормаларын тексеріп болғаннан кейін осындай арнайы компьютерларға барлығы енгізіледі. Мына көріп тұрған сары крандарыңыз жаңа өзіміз болған бұранданы тексерген кездегі іске жарамайтын резбаларды көтеретін крандар, ал мынау жаңағы станоктарды жону жүйесін қалыптастыратын климатикалық жүйе. Тенерис компаниясының мұнай тасымалдайтын құбырлары арнайы жабынмен қапталған соң, құбырлар Теңгез Шевройл, Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг сияқты тапсырыс берушілерге жөнелтіледі. Мұнай тасымалдайтын және бұрғылауға арналған құбырларды өңдеумен айналысатын компанияда өзімді сынап көрген соң, арнайы экономикалық аймақта орналасқан келесі кәсіпорынға келдік. Мына ақ жіптер не деп ойлап тұрған шығарсыздар, бұл ақ жіптерден өндірісте пайдаланылатын үлкен көлемді жүктерді көтеретін қаптар жасалады. Біз қазір сол процеске қатысамыз, және де мен өзімді осы процесте, осы кәсіпорында қап өндіруші, жұмысшы ретінде сынап көремін. Ендеше бастайық. Қазір мен жұмысымды бастаймын, маған сәттілік тілеңіздер. Бұл жіптердің барлығы былай бір жерге жиналады. Мынандай машиналар арқылы рулонға айналады. Міне көріп тұрсыздар. Міне рулон былай жүріп жатыр. Мынандай рулонға айналады. Өз кезегінде бұл рулондардан өте мықты. Міне былай көрсетейінші. Өз кезегінде бұл рулондардан өте мықты ауыр жүктерді көтеретін қаптар дайындалады. Келесі келген кәсіпорын ауыр жүкті көтеретін қаптар, яғни бигбектерді шығаратын
Вестекопласт компаниясы. Мұнда қаптардың екі түрі болады. Бірі 50 мен 70 келі арасындағы жүкті көтеруге жасалса, екіншісі 500 келіден ауыр жүктерді көтеруге арналған. Басты айырмашылығы қалыңдығында. Барлық жұмыс процесс бітті. Жұмыс процесінің соңында міне мынандай дайын қаптар. Мына қап 50 килограммнан 70 килограммға дейін көтереді. Міне өте мықты қап, және ішінде бұл қаптың екі түрі болады. Бірі осындай, және екінші қаптың түрі міне мынандай, ішінде арнайы төсемесі бар қап. Бұл деген шекер сияқты өнімдерге арналған қап, екі түрін шығарады. Тоқылып болған дайын материалдар логотип басылған соң арнайы қаптарды тігетін құрылғыларға жіберіледі. Міне осындай машиналарда қаптар дайындалады. Біз осы кәсіпорынға келген кезде дайын жіптерді, дайын қаптарды көрсетуден бастадық. Ал енді ең бірінші процесс қалай басталады, содан көрсетейікші. Жалпы қап 3 түрлі өнімнен жасалады. Ол мысалға мынандай ультрафиолет қаптар күнге күймеу үшін, және де екіншісі полипропилен қаптың негізгі жіптері жасалатын материал, және де қапқа мықтылық беретін мынандай бор деген материалдан жасалады. Міне барлығы да осылай бірге жиналып, құйылып, мынандай үлкен аппарат арқылы жіп болып өндіріліп шығарады. Ал өз кезегінде дайын жіптерден мықты, төзімді, күнге күймейтін қаптар шығарылады. Мен екі кәсіпорында да өзімді маман ретінде сынап көрдім. Алған әсерім ерекше. Бәсекеге қабілетті өндірістер құру мақсатында отандық және шетелдік инвестицияларды, технологияларды тарту үшін жасақталған арнайы экономикалық аймақтың мүмкіндігі зор. 2021 жылы осы біздің өңірімізге келгенде мемлекет басшысы сондай тапсырма берген. Осы біздің өңірде контейнерлік хаб құру туралы. Жалпы бұл мәселе сонымен қатар премьер-министр осы мамыр айында Әлихан Асханұлы Смайылов келген уақытта да көтерген мәселе, осы мамыр айында биыл. Соның аясында қазір келесі шаралар атқарылып отыр. Бұл бірінші Ақтау теңіз сауда порты мен Құрық портын осы арнайы экономикалық аймақтың қатысушы ретінде тіркеу мәселесі. Екінші, осы біздің аймақта 19 гектар жер телімін беру. Ол жер телімі дайын тұр. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында осы 7-ші субаймақ деген бар бізде. Сол жақта уже бізде көзделіп отыр. Порттар экономикалық аймаққа қосылғаннан кейін олардың инфрақұрылымы едәуір дамып, еліміздің экспорттық әлеуеті артатын болады. Бұл өз кезегінде ел экономикасына оң әсер етпек. Мен көзімдегі 360 градусты көрсететін VR очки. Біз қазір арнайы экономикалық аумақтың көрсетілім аймағында тұрмыз. Осымен біздің мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының бір күні аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.